Ащы пияз. Өз балаларыма көңіл бөлуге әрдайым менде уақыт болмайтын. Жұмыс, қызмет бабында өрлеу, жеке басы өмірім. Бірақ менің балаларым ештеңеден тарықпай өмір сүріп жатты. Мен олардың тәттілерін, компьютерлік қажеттіліктерін қанағаттандыруға қаражатым жетіп отырды. Мен олардың кемшіліктеріне көз жұмып қарасам, олар менің тарапымнан көңіл бөле алмайтынымды кешіріп жатты. Бірақ мейірімді, жібектей балалық шақтың уақыты тез өте шықты. Күрделі жас өспірімдік кезең басталды. Алғашқы өзара кінә қою, алғашқы шынайы сезімдер. Менің жасаған қателігім. Менің балаларым сүйіспеншіліксіз өскен. Мен олардың есеуіне көңіл бөлмеппін. Олардың нашар қылықтары мен әрекеттеріне тосқауыл қоймаппын. Және жамандықты жақсылықтан ажырата білуге үйретпеппін. Балалармен кезекті келеңсіз жағдайдан соң ас үйде пияз аршып тұрып, көзімнен жас кетті. Анам кіріп келді. «Неге жылап тұрсың?» деді. «Білесіз бе, ащы пияз қолыма түсіпті. Көзді жасаурататын сұрыптары да болады екен ғой», дедім. Анам, «Демек оны аз суғарған шығар», деді. Мен осы сәтте маңызды нәрсені түсіндім. Егер де балаларға балалық шағында аз су құйылса, өздерінің ересек өмірінде олар басқаларды көп жылатады екен. Видеоны лайк басып, арнама тіркелуді ұмытпаңыз.